Ассалаумағалейкум. Бүгінгі бізде сөзде бүгінгі сөз бұл бүгінгі сабақ ephemeral сөзіне арналады. Яғни бұл не? Ephemeral сөзі бұл қазақшаға аударғанда өте қысқа уақытқа созылатын деген мағынаны білдіреді. Бұл adjective, бұл сын есім. Яғни заттың түрін сипаттайтын, яғни оның ұзақ уақытқа немесе өте қысқа уақытқа созылатын сипаттайтын сөз. Lasting for a very short time, yeah? Temporary, yani уақытша, or fleeting, often used to describe things that are transitory or not permanent, yani тұрақты емес, өте қысқа уақытқа созылатын. The beauty of sunset, yani күннің батуы, was ephemeral, yani өте жылдам болды. Өте жылдам болды дейді, ja? Яғни өте қысқа уақытқа созылды. Fading as a night approached. Түн жақындаған сайын жоғалды. Yeah? Facing as social media trends are often ephemeral, lasting only a few days or weeks. Әлеуметтік желідегі трендтер көбінесе өткінші болып, бірнеше күн немесе аптаға ғана сақталады. Her joy was ephemeral, as the bad news quickly overshadowed it. Оның қуанышы өткінші болды. Өйткені жаман жаңалық оны тез басып озды, яғни бәрін кетіріп жіберді. The word ephemeral comes from the Greek word ephemeris, meaning lasting a day. Яғни бұл сөз қай тілден екен? Грек тілінен енген екен. Бір күнге созылатын деген мағынаны білдіреді. Негізгі осындай мағынада келген екен. Бірақ енді бұл өте ұзақ уақытқа созылады емес, өте бір қысқа уақытқа созылатын нәрсені білдіру үшін қолданылады. Біз көбінесе бұл әдеби контексттерде қолданылатын сөз. Оның арна көбінесе temporary сөзін қолданады. Fleeting, transitory, short-lived, momentary, яғни міне permanent, eternal, бұлар несі? Lasting, enduring, perpetual, үздіксіз деген мағына береді. Яғни енді қорытындылай келе ephemeral деген өткінші деген сөз, иә? Өткінші деп аударылады. Немесе тез өтіп кететін деген сияқты мағыналарды береді. Ал жақсы, давайте